Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Назерке Базархановна мына жерде мысалы міне зерттеуші деп тұр ғой, сол жерге мен өзім жазам. Айсбаева Майра Ракимовна. Енді мынау көрдің бе, ұзын болып кетті. Бұны ұзын жасамау үшін осы жерге мышканы қоясың да, міне жоғары жағында перенести деп тұр ғой, соны бассаң, міне келе қалады. Тордың ішіне келеді, мына жоғары жағында тұр, мына жоғары жағын басса, егер төмен басса, төмен қалады. Сондықтан жоғары жағына қоясың. Енді оқушы жетістігін жазып көрейік қазір. Оқушы жетістіктермен де тұр, міне соны белгілеп аласың. Копировать. Excel'ге қоясың. Excel'ге вставить. Міне перенести өзі тұр, енді бұны кішірейтейік, шрифін азайтамыз. Мұнда 8-9 деп қояйық кішкене. Егер тек кіші болса, мынаны кішкене үлкейтсек болады бүйтіп. Не мына ортада тұрып қалды, сол үшін мына сызық бар ғой жоғары жағымен. Сызықты қойсаң, жоғары жағына келе қалады. Бұл менің оқушыларымның бірінші жетістігі 1 деп қояйын. 1. Енді 2. Екінші жетістігі оқушылардың Word'та дайын тұрса, тіпті жақсы. Екінші жетістікті копировать. Excel'ге қоямыз. Мына жерде 2 деп тұр, сол жерге қоя саласыз. Міне екінші жетістігің оқушыңның. Осылай арғай қоя бересіңдер. 3. Басқа жаққа қойсаң, мышқа міне өзі келе қалады. Сонда мына жерде мына перенести, міне жоғары жағында көрдің ғой, перенести текст. Соңғы мына сызықтың жоғары жағын қойсаң, осылай келе қалады төртбұрыштың ішіне, тордың ішіне. Түсінікті ба, Назерке? Назерке Базархановна, түсінікті ғой,